Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Және де бүгін біз сіздермен мрамор печеньесін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары майымыз, сахарный пудрамыз және де бір жұмыртқаның ақ уызы керек болады. Үшеуін жақсылап тұрып қолымызбен біріктіріп аламыз. Бірігіп болғаннан соң ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды таразыға салып, теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Дайын болған бөлінген қамырларымыздың бір бөлігіне какаомызды қосып, шоколадты қамыр дайындаймыз. Дәл осы видеодағыдай шығу керек. Және де ванильді қамырымызды 20 граммнан, ал шоколадты қамырымызды 15 граммнан бөліп, домалақ пішінде жасайтын боламыз. Мен бір жағын ванильді және де шоколадты бір бөлігін екеуін араластырып жасадым. Сіздер де солай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Өте дәмді және де үйдегі бар заттардан жасалынатын печенье. Дәл осы видеодағыдай домалақ пішінде етіп, қолымызбен жақсылап домалақ етіп, табамызға орналастырамыз. Орналастырып болғаннан соң үстіне шанышқымызбен басып, әсемдейтін боламыз. Қызып тұрған пеште 180-190 градуста 15-20 минут аралығында пісіріп аласыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара, ас болсын.